Марқа жазған ізгі хабар. Бұл Исаның өмірі жайлы жасалған ең алғашқы баяндамалардың бірі. Қолымыздағы ең көне дерек көздерде бұл жазба Марқа яки Жохан Марқа есімді оқымысты адаммен байланыстырылған. Марқа Паулдың қызметтесі әрі Петрдің жақын серігі болған. Ежелгі қауым тарихшысы Папияс мынадай мәлімет қалдырған. Марқа Петр елшінің көзімен көрген оқиғалар туралы баяндамалар мен естеліктерін жинап, олардан осы жазбаны жазып қалдырған. Марқа бұл әңгімелерді қалай болса солай жинақтамады. Қайта ол Мәсіх Иса жайлы баяндамасын мұқият құрастырған. Жазбаның бірінші сөйлемінде Марқа Иса жөнінде мынадай мәлімдеме жасаған. Мұнда Иса Мәсіх, Құдайдың рухани ұлы туралы ізгі хабардың бастамасы жайында баяндама берілген. Мұндағы қызық жайт мынау. Марқа тек осы жерде ғана өзінің ойын білдірген. Марқа жазбаның кейінгі бөлімдерінің бәрінде назарымызды Исаның әрекеттері мен сөздеріне аударып, басқа адамдардың оған қалай жауап бергенін көрсету арқылы да бізге әсер етеді. Марқа Иса жайлы баяндаманы 3 бөлімнен тұратын көрініс ретінде құрастырды. Бірінші бөлімдегі оқиғалар Галилеяда, үшінші бөлімдегілер Иерусалимде орын алған, ал екінші бөлімде Исаның ел аралап жол жүргені туралы сипатталған. Әр бөлімде бірнеше рет қайталанатын бір тақырыпқа назар аударылады. Бірінші бөлімде жұрттың бәрі Исаға таңырқап, Иса деген кім деп сұрады. Екінші бөлімде Исаның шәкірттері оның Мәсіх екендігі өзі үшін нені білдіретінін түсінуге тырысты. Ал үшінші бөлімнен Исаның қалайша Құдай тағайындаған патша болғаны жайлы күтпеген қарама-қайшылықты байқаймыз. Ал енді ізгі хабарға үңіліп, мұның қалай болғанын қарастырайық. Бір ғана сөйлемнен тұратын кіріспеден кейін Марқа баяндамасында ежелгі Ишая мен Малахи есімді пайғамбарлардың жазбаларынан үзінді келтірген. Олардың айтуы бойынша Құдай Израильге бір хабаршыны жібермек. Хабаршы халықты жаратқан иенің келетініне және оларды құтқарып, өздерінің патшасы болатынына дайындамақ. Сосын Марқа Жақия пайғамбарды осы хабаршы ретінде таныстырған. Ал біз жаратқан иенің өзінің келуін күтіп жүрген кезде Марқа бізге Исаны таныстырды. Иса қызметін бастар алдында көк ашылып, оған Құдайдың рухы қонды. Сонда Құдайдың Иса жайлы «Сен менің сүйікті рухани ұлымсың» деген дауысы естілді. Бұдан кейін Марқа бізге Исаның негізгі хабарының қысқаша сипаттамасын берген. Иса Галилея аймағын аралап, Құдайдың патшалығының жер бетіне орнайтын кезінің таяп қалғаны туралы ізгі хабарды жариялап жүрді. Иса көне келісім жазбаларындағы Құдайдың өзі жаратқан адамзатты құтқару ісі жайлы жоспарды әрі қарай өрбітті. Құдай Иса арқылы дүниеге деген билігін қайтадан орнатуда. Сол үшін ол зұлымдықты және оның адамдарды құрсауда ұстаған күшін жойып, оларды Исаның шәкірті болуға шақырды. Содан кейін Марқа бізге баяндамалардың үлкен жинағын ұсынған. Бұлардан Исаның адамдардың өміріне Құдайдың патшалығын әкелген құдіретін көре аламыз. Иса ел аралап, ауру, жаралы адамдарды сауықтырды және зұлым рухани күштердің езгісінде жүргендерді азат етті. Иса тіпті Яһудилер Құдай ғана істей алады деп санайтын бір істе жасады. Ол адамдардың күнәларын кешірді. Исаның осында жасаған істеріне адамдар әртүрлі жауап берді. Кейбіреулер оның шәкірті болып соңынан ере бастады. Басқалар не ойларын білмеді. Ал тағы біреулер, әсіресе Израильдің басшылары Исаға қарсы шықты. Олар оған «Құдайды қорлап тұрсың, кереметтерді шайтанның күшімен істейсің» деген жалған айып тақты. Бірақ Иса халықтың осындай іс-әрекетіне таңғалмады. Қайта ол адамдардың назарын соларға аударды. Марқа 4-ші тарауда Исаның Құдай патшалығының құпия мәні туралы айтқан көптеген астарлы әңгімелерін жинақтаған. Солардың бірінде ол өзінің хабарын 4 түрлі топыраққа түскен дәнге ұқсатты. Топырақтың бір түрі құнарлы, ал басқалары қатты. Құдайдың патшалығы титтей ғана қыша дәніне де ұқсайды. Ол маңызсыз болып көрінсе де, үлкен ағаш болып өсіп, бәрін таңғалдырады. Иса адамдарға мына ойды жеткізгісі келді. Ол шынында Құдай патшалығын орнататын Мәсіх, бірақ ол адамдардың күткенінен өзгеше болды. Марқа жұрттың Иса жайлы не ойларын білмеген жағдайын өзінің жазбасының 1-ші бөлімінің соңында баса көрсеткен мына жайтпен байланыстырды. Тіпті Исаның шәкірттерінің арасында да түсінбеушілік орын алды. Тіпті оларға да Исаның шынында кім екенін түсіну қиын болды. Бұл жағдай бізді 2-ші бөлімге әкеледі. Ол маңызды сұхбатпен басталады. Сонда Иса шәкірттерін шетке алып шығып олардан «Сендер мені кім дейсіңдер?» деп сұрады. Петр үн қатып «Сіз Мәсіхсіз» деді. Алайда мына жайт анық болды. Петрдің түсінігі бойынша Иса Дәуіттің әулетінен шыққан Израильді римдіктерден әскер күшімен азат ететін жеңімпаз патша. Бірақ Исаның ойынша Мәсіх болу Ишая жазбасындағы 53-ші тарауда жазылғандай
азап шегетін қызметші болуды білдірген. Иса Иерусалимде өзінің өмірін құрбан ету арқылы Құдайдың билігін орнатпақ болды. Оның шәкірттері мұны түсіне алмады. Олардың ойынша, патша Исаның соңынан еру қоғамда атақты, беделді әрі ықпалды болуды білдірді. Ал Иса оларға шәкірттіктің шынайы мағынасын анық түсіндірді. Оның соңынан ерген адам айқышын арқалаған кісідей азапты өлімге дайын болуы керек. Мәсіхтің шәкірті зорлық, тәкаппарлық және өзімшілдіктен бас тартып, басқаларға сүйіспеншілікпен қызмет етуге дайын болуға тиіс. Иса шәкірттермен осы жайлы тағы 2 рет сөйлесіп, мынадай аса маңызды мәлімдеме жасады. Мен Құдай тағайындаған билеуші бола тұра, өзіме қызмет еткізу үшін емес, өзім қызмет етіп, көптеген адамдардың азаттық төлемін өтеп, жанымды қию үшін осы дүниеге келдім. Бірақ шәкірттер мұны әлі де түсінбеді. Олар не ойларын білмей қорықты. Сондықтан Марқа осы 2-ші бөлімде жазбаның басында айтылған мәлімдемемен байланысты тағы бір маңызды әңгіме келтірген. Мәсіх 3 шәкіртін ертіп тауға шықты. Сонда оның сыртқы түрі кенет өзгеріп, оның киімдері жарқырап, әппақ болып кетті. Сосын бір бұлт пайда болып, оларға көлеңкесін түсірді. Бұл жайт бұрын Синай тауында Құдайдың нұрлы салтанаты көрінген жағдайға ұқсайды. Ежелде Синай тауында Құдайдың алдында тұрған Мұса мен Ильяс пайғамбар сол кезде Исаның қасында пайда болды. Сонда Құдай тағы да Иса туралы «Бұл менің сүйікті рухани ұлым» деп жариялады. Марқа осы оқиғаны 2-ші бөлімдегі жаңағы әңгімелердің арасына қою арқылы мынадай ғажайып мәлімдеме жасады. Құдайдың рухани ұлы Исаның бойынан Исраил сыйынған Құдайдың нұрлы салтанаты жарқырап көрінеді. Құдайдың рухани ұлы өз халқының күнәлары үшін жанын қию арқылы патша болмақ. Мәсіхтің шәкірттеріне бұл мәлімдеме түсініксіз болғандықтан, олар таудан қобалжып қорқып қайтты. Сонымен біз 3-ші бөлімге көшеміз. Құтқарылу мейрамы кезінде Иса жұрт алдында Иерусалимге патша ретінде салтанатпен кірді. Адамдар оны құтқарушы Мәсіх ретінде мадақтады. Кейін ол ғибадатхананың ауласына кірді де, өзінің патша ретінде билігін көрсетіп, сол жердегі арам пейілді сатушыларды қуып шықты. Осылайша құрбандық шалу жүйесін тоқтатты. Бұдан кейін Иса 5 күн бойы Израильдің басшыларымен айтысып, олардың екіжүзділігін әшкереледі. Сол себептен басшылар Исаны өлтіру жайлы жоспар құрды. Ал Иса шәкірттеріне мынадай ескерту жасады. Иерусалим және ондағы ғибадатхана бір ұрпақтың ғұмырында қиратылады. Мәсіх бір күні қайтып келіп, Құдайдың патшалығын жер бетіне толық орнатқанға дейін, оның шәкірттері де дәл ол сияқты қудаланатын болады. Сол 5 күннен кейін соңғы түн басталды. Иса шәкірттермен бірге құтқарылу мейрамдағы асты соңғы рет жеді. Бұл ас ежелде Израильдің әр әулетінің бір тоқтыдан құрбандыққа шалғанына және халықтың құлдықтан құтқарылғанына меңзеді. Иса осы мейрамға қатысты нан мен тостағанды қолына алып, оларға жаңа мән үстеді. Бұл белгілер қызмет етуге келген Мәсіхтің азабы мен өлімі арқылы адамзаттың күнә мен өлімнен азат болатынын көрсетеді. Әңгіме Исаның тұтқындалуымен әрі қарай жалғасады. Ол Израильдің діни қызметкерлері мен римдік әміршінің алдында тергеліп, соңында айқыш ағашқа шегеленді. Бұл жердегі маңызды көріністің 1 және 2 бөлімдегі көріністерге ұқсастығы бар. Ал осы жолы бұлттың орнын қара түнек басты, және көктен сөйлеген дауыс естілмеді. Қайта, бұрын көктен естілген Құдайдың даусының орнына Исаның жан тапсырмас бұрын айғайлаған даусы естілді. Бұл жердегі тағы бір таңғаларлық нәрсе мынау. Исаның қалай өлгенін байқап тұрған римдік жүзбасы, оның кім екенін түсініп, былай деп жариялады. Бұл адам шынымен Құдайдың рухани ұлы екен. Сол жүзбасы осы баяндамада Исаның кім екенін түсінген алғашқы адам болды. Ол айқыш ағашқа шегеленіп, достары мен дұшпандары үшін өмірін қиған Назареттік Исаны Мәсіх әрі Құдайдың рухани ұлы деп таныды. Содан кейін Исаның мәйіті қабірге қойылды. Жексенбі күні таңсәріде Исаның шәкірті болған 3 әйел қабірге келгенде, оны жауып тұрған үлкен қақпақ тастың алып тасталғанын және қабірдің бос тұрғанын көрді. Қабірдің ішінде әйелдерге жас жігітке ұқсайтын ақ киімді періште көрініп, Исаның онда жоқ екенін және қайта тірілгенін айтты. Періште оларға Исаның тірілгені және оның олармен Галилеяда кездесетін жөніндегі қуанышты хабарды басқа шәкірттерге жеткізуді тапсырды. Әйелдер қатты қорқып кетті. Марқа, әйелдер қатты дірілдеп қабірден шықты да қаша жөнелді. Зәрелері ұшқан олар сол сәтте басқа ешкімге ештеңе айтпады деп жазды. Кітаптағы баяндама осымен бітеді. Исаның шәкірттері 1 және 2 бөлімнің соңында көрсетілгендей тағы да қорқып қобалжыды. Енді өз киелі кітабыңды ашып қарасаң, Марқа жазған ізгі хабарда
тағы біраз мәтін бар екенін көресің. Баяндаманың соңында Иса шәкірттеріне көрініп, олармен сөйлесті. Бірақ сол үзінді жайлы мынадай түсіндірме бар. Әңгіменің бұл соңы жазбаның түпнұсқасында жоқ болатын. Ол тек кейінгі қолжазбалардан ғана табылған. Демек, немесе осы әңгіменің соңы жоғалып кеткен, немесе Марқа өзінің баяндамасын әдейі аяқтамаған деп шамалауға болады. Бірақ басқа бір себеп дұрысырақ болып көрінеді. Баяндаманың кенет аяқталуы бір ойды білдіретін сияқты. Бүкіл баяндамада басынан аяғына дейін Исаның шәкірттерінің бір аса таңғаларлық мәлімдемеге бола қобалжығанына назар аударылған. Бұл мәлімдеме Құдайдың рухани ұлы Мәсіх Исаның айқышқа шегеленіп, азап шегіп, қайта тірілгені жайлы болды. Мәсіх адамзаттың күнәлары үшін жанын құрбан ету арқылы бізге Құдайдың сүйіспеншілігі мен ғажайып патшалығын ашық көрсетті. Сонымен, бұл баяндама аяқсыз қалғандықтан, Иса жайлы осы оғаш әрі түсінуге қиын мәлімдеме саған, оқырманға терең ой салады. Сен де Мәсіхтің сол кездегі шәкірттер сияқты қашып кетесің бе? Әлде Исаны өзіңнің патшаң ретінде мойындап, адамдарға барып ізгі хабарды жеткізесің бе? Бұл сұраққа сен өзің ғана жауап бере аласың. Марқа жазған ізгі хабардың мән мағынасы дәл осы жайлы.